Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді қазан кебаптың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұның алдындағы видеоларда да бөліскен болатынмын. Бұл жолы қой етінен дайындайтын боламыз. Бізге керегі ет, картоп, жуа және тұз, бұрыш. Жақсылап қызып тұрған майымызға картопты қуырып аламыз. Картопты тазалаған кезде ортасынан бөлмей осылай бүтіндей салсақ өте дәмді болады және езіліп кетпейді. Екі жағын аударып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Барлығы қуырылып болғаннан кейін ыдысымызға салып аламыз. Толық пісуі міндетті емес, тек сыртын ғана қызартып осылай қуырып алатын боламыз. Картоптарымыз дайын. Енді сол майымызға жуаны жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оттың көлемін жоғары көлемде қойып, пиязымыз күйіп кетпеу үшін осылай араластырып отырамыз. Достар, егер де менің басқа да видео рецептерімізді қарағыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыз. Бұдан басқа да сіздермен өте дәмді тағамдардың рецептісімен және лайфхактармен бөлісетін боламын. Мен маринадталған етімді қызып тұрған майымызға салып қуырамыз, жуанның үстіне салып. Егер де етіңіз маринадталмаған болса, менің каналымда қалай маринадтау өте тез пісетін жолы бар. Сол видеоны қарасаңыз болады. Барлық етті осылай салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Бастысы бізде барлығын қызартып, суы тартылғанша қуыру, сонда тамағыңыз өте дәмді болып шығады. Жалпы қай тамақ болса да өте жақсылап қызартып қуырсаңыз, тамақ өте дәмді шығады. Етіміз қуырылып жатқанда тұз, бұрыш, өз қалауыңыз бойынша паприка немесе түрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Барлығын салып болғаннан кейін аз мөлшерде шамамен жарты стаканды су құйып, араластырып, қақпағын жауып, 15-20 минуттай пісіретін боламыз. Егер де сіздің етіңіз жай пісетін болса, 1-2 сағатта пісірсеңіз болады. Менің етім тез пісетін болғандықтан 15-20 минутқа қойып пісіріп аламын. Біздің етіміз өте дәмді болып осындай пісіп шығады, сочный болып шығады. Сол пісіп тұрған етіміздің үстіне манағы картоптарымызды салып, тағы да 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Осылай барлығын саламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Тағамдарыңыз өте дәмді шығатынына сенімдімін. Қарапайым ет пен картопты қуырғанға қарағанда, дәл осы жолмен пісірсеңіз өте дәмді болып шығады. Біздің тамағымыз дайын. Ұсына берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, егер де рецепт ұнап жатса, комментарийде өз ойыңызбен бөлісіп, лайк баса кетіңіздер. Рахмет.